ай, тай, май, шай. Қой, бой, бай, той. Сөз соңында кілең и, аты оның қысқа и. Мынау қысқа идің баспаша әрпі мен жазбаша әрпі. Аты айтқандай, иді қысқа қайтарамыз. Бірге айтайық. И. 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 Ол дауыссыз дыбыс. Есіңде болсын, қысқа и дыбысы сөзде тек дауысты дыбыстан кейін келеді. Ай, той, жейде. Тек йок, йот сөздерінде ғана сөз басында келеді. Тағы да қандай сөздерде и дыбысы бар екен? Назар салып тыңда. Йот, йок, ай, айна, қайық, қой, тай, айран, қаймақ, көйлек.